қойсай болды ғой. Не жетпейді саған? А? Не қойсай? Не істедім мен? Не істедің? Позорым шаштың. Абыройымды айрайындай төгіп. Айттым ғой мен саған әріптесімде. Саған абырой керек па? Сен менің абыройымды ойламайсың ба? Неге сен бұрышта ырғыңдасып тұрсың? Кім ырғыңдасып тұр? Сен. Ол менің қызметкерім, қол астында жұмыс істейді. Қалай түсінбейсің, Бақош? Бүгін сенің қызметкерің, ертең төсектесін болып жүреді. Бақош, қой деймін саған. Сен алжысайын дедің. Сен енді мені ұрайын дедің ба? Ұр! Ұрал! Ұр! Мен сондаймын алжығанмын мен! Ал үйге қайт. Көп сөзді қой. Мен сені ұстамайын, кетсең кете бер, ұқтың ба? Ау, енді дәрілерін беріңіз енді. Қадағаласаңыз ішпеймін десе. Болмайды ғой енді о дәріні ішпесе. Я, жақсы мам. Жақсы хабарласамыз. Қалай екен, не дейді? Ой, папа қырсығып дәрілерін ішпей жатыр дейді, бала құсап. Енді? Онысы да диета ұстау керек дейді, ет жемеу керек дейді. Ой, ол кісілер ет жемей тұра алмайды ғой. Соны айтып отырмын, ана малдың бәрі неменеге бағып жатыр десе онда. Папа айтады дейді тағы, ой, қай қазақты көрдің ет жемеген. Етті жейм, ажал келеді, әйтеуір бір күні өлем деп қоймай жатыр дейді соны. Үлкен кісілер енді амалы жоқ. Басым қатып кетті, білмеймін, не істерімді білмеймін. Енді жұмыс қой, шыға алмаймыз, екеуміз де осы дүкенмен күнімізді көріп отырмыз. Ойлап тұрмын, сол көшіріп алып келем ба деп ше осы жаққа. Көшпейді, папа. Көшсе баяғыда көшіп келетін еді ғой. Бірақ қырсық қой, папа. Бір жағынан енді олар ана жақта біз, мына жақта уайым болды ғой. Саттан бәрін орналастырдың ба? Иә. Болды мына жерді сыпырып? Саламатсыз ба? Келіңіз, иә. Келіңіз. Айдана, қалайсың? Ой, сен не істеп жүрсің мұнда? Мынау саған. Бұл не? Витаминдер ғой. Сен кеше ауырып қалыпсың. Саған ауруға болмайды. Сондықтан жеп ал. Дұрыстап тамақтан. Ол көңіліңе рахмет, бірақ сен оның бәрін қайдан білесің? Тиктоктан көрмей ғой сені. Барлық видеоларыңды қараймын. Саған қарап күліп отырмын. Күшті видеолар. Маған да үйретші болсын. Ой, оның не қиындығы бар? Сен осы гитарамен ән айтпайсың ба? Соны видеоға түсіріп ал да, тиктокқа салып жүр. Бірақ мен тиктоктан дым хабарым жоқ. Айтуын айтам ғой. Қай ғасырда алып кеттің? Кел мен саған үйретейін. Оның түк қиындығы жоқ. Қазір осындай тренд болып жатыр. Соны түсірейік. Мен бұлай артқа қарай келе жатам да, сен мені байқамай қағып кетесің. Жай соқып кетем ба? Өзің көресің. Кет. Ойбай, ақырын. Болды ма? Оппа, мен бизнесмен қайным келе жатырым. Жеңге қалайсың? Жақсы. Не болды бизнес трейнес? Айсара, сен көмегің керек болып тұр. Бақошпен қырылып қалдым. Неге? Білмеймін, маған сенбейді. Көрінген қызға қызғанып ауылда аңдып жүрмін. Сонда не дейді? Білмеймін, жынданайын деген шығар. Өзіне де қарамайды, балаларға да қарамайды. Бізді татуластыратын сен ғой, Айсара. Сөйлеспеші. Конечно, сөйлесем құрсын енді, сендер үшін енді. Оны да түсінші, бірақ түсік таста оңай ма? Депрессия, стресс дейді. Сен осында тұр түсіндің ба? Келме ана жаққа, екеуін қырылып қаласыңдар тағы да. Күтіп отыр осында. Рахмет. Не болды екеуіңде? Екі балаларың бар, үшінші балаға келгенде. Сонша түңіліп өмірден. Рахмет, жеңге. Аға. Карина, қалайсың? Жақсы аға. Не болды? Тыныштық па? Иә. Жай ойланып
тұрғам. Нені, жылқыларды ма? Жоға өзімді. Не істеп жүрмін мен мұнда? Жұмыс істеп жүрсің. Сендей дәрігер жоқ бұл ауылда. Жаңа Мәдібектің әйелі келіп кеткен. Адамдарға онша түсінбейді екен мен жұмысымды. Ай, Карина, сені жылқылар жақсы түсінеді. Жұмабек ағау. Адамдардың барлығы сіз сияқты болса ғой. Өмір сүру жеңіл болар еді. Жақсы, керемет болар еді. Сол, мен рұқсат болса ертерек жұмыстан үйге барайын деп едім. Иә, жарайды. Иә, мазам болмай тұр. Қай жерің ауырып тұр? Мен дәрі әкеп берейін. Жоқ аға, рахмет. Сәл жата тұрсам болды. Жарайды. Мейлі, мен онда бара бер. Ертерек дем ола бер. Жақсы аға. Жарайды. Жақсы. Асқар, ана бақаны жақсы таниды екенсің. Немене қарайсың? Мен андай жолдан өткем. Оның не екенін мен білем. Маған ақша керек болған соң бардым. Әйтпесе бармайтын едім. Жарар. Ақша ешқашан жетпейді деймін. Ақша жетпейді. Одан сен абыройыңды қу басыңды ойласайшы. Түсінесің ба, енді бір болады ғой, енді адам пендешілікке салынып кетеді. Сондай болды мен. Түсінемін, бәріміз де сондаймыз. Мен де сондаймын. Енді спорт деген жалпы бар ғой, екі нәрседен тұрады. Тәртіп, әділдік, е? Ал ереже жоқ жерде екеуі де болмайды. Өмірдің өзі әділетсіз ғой. Асқар, адам ақшаға төбелескен кезде көзі соқыр болады. Маңайын көрмейді. Кейде бар тіпті бір хайуанға айналып кеткендей болады. Ақшадан да маңызды нәрсе бар, ол жанның тыныштығы. Түсінесің? Мысалы, мен не болдым айтшы? Біреумен төбелесіп, ол адамды мүгедек қылдым. Енді жүрмін қашып мына шықты. Әрине өкінішті, уақытты артқа қайтара алмайсың. Мен өзімді кешіре алмаймын. Одан да жұмысымызды жасап, балаларымызды тәрбиелеп, тренировкасын жасатқызып, тыныш жүргенмен не жетсін. Мен жарайды, мен бойдақпын, сен ше ал. Асылымды не ойламайсың? Апаңды не ойламайсың? Ұлың өсіп келе жатыр. Ұлыңа қандай тәрбие беріп жатсың сен? Көрдің бе Асқар? Маңызды нәрселер көп. Қысқасы, ойлан. Мен кеттім. Әй, Мәдош, қалайсың? Ой, құлшы, жақсы. Өзің қалайсың? Аман есен. Осы сен біздің үйге келіп осылай отырсаң, значит, бірдеңе болды деген сөз. Не болды? Выкладывай. Әй, не болғанда сол, анау, Айсараға егем, жеңгеме, Балкермен сөйлесін деп жібердім. Не болды? Қырылып қалды қайттан. Валядан кейін маған сенбейтін болды. Әр қызға қызғанат деп жүрді. Оңай ма? Сен бар ғой сол кезде оңбай қателестің. Тегі бір
бір анандай бір қателік жасадың, бір өрескел деген. Одан кейін қанша уақыт өтті? Ұмытатын кез келді. Ұмыта алмайды. Оңай дейсің бе? Ұмыта алмайды. Білесің ба неге ұмыта алмайды? Неге ұмыта алмайды? Мысалы, қара. Балқия бар ғой. Кел. Дәл сендей мына күнә жасаса, сен кешірер ме едің? Өлтірем. Көрдің ба? Ол тоже дұрыс емес. Енді не істеуім керек? Не істеймін сонда? Не істегенді білмеймін. Ойлану керек. Сен мына әйел адамды бар ғой, жеңгемді ойламайды. Жеңгем де келіп тұрған жоқ. Итақта проблема. Арда-дұрды болып жүре береміз. Жұмыста проблема, үйге келсең проблема. Ол үнемі солай болады. Мына әр үйде біле білсең, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Мысалы, біз Айсар екеуміз бар ғой. Күнде татуласамыз, күнде ұрыссамыз. Сосын түк болмағанда кешке жақын шай ішіп отырамыз бала шағамызбен, білесің ба? Сендердікі жақсы екен. Жақсы екен. Үйрен абай. Жүрсін ағамыз не дейді? Не дейді? Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Адамның күні әйелмен, әйелден мәңгі жасасын дейді. Айт тастаған. Көрдің ба? Осының бәрін қайдан білесің сен? Мен философпын, үйренбейсің ба? Көп нәрсе үйретемін әлі саған. Ұқтың ба? Сондықтан да сен әйел адам жеңемді ойлама. Жеңіле саш. Жақсы. Сенікі дұрыс дей сал. Кел, бер кел. Мына қара. Не болды? Мына қара. Таң қалып келе жатырмын осыған. Мәдина бар ғой? Қай Мәдина? Мәдина. Жұлдызды түнде жарды ғой. Нені жарды? Бомбаны алып та бүйтіп тастай салды ғой. Ол өзі бомба еді ғой. Мына қара. Мына таппай қалдым ғой. Кел, жат мына жерге. Не болды? Мына қара. Мына бар ғой. Қайдар, шулатып жатып мына бүйде. Мұха бақытты. Өзіме сонда? Өзі де. Шешініп отырған ма? Дақаса емес, қазір қара. Да. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мен ветеринармын. Келіңіз отырыңыз. Мені шақыртқан едіңіз. Сіз ауылдағы иттерге вакцина салдыру туралы ұсыныс білдіріпсіз. Әкімдікке ауданға барып айттық. Әкімдік қолдап жатыр. Қандай жақсы болған. Ауылдағы иттерге енді вакцина салдыруымыз керек. Мен енді жазып берейін сізге қандай вакцина салдыру керек екен. Кейін салдыратын кезде өзім көмектесем. Негізі аға, бұл енді жақсы бастама ғой. Ауыл тұрғындары үшін де өте пайдалы. Сол үшін сізге үлкен рахмет, келіскеніңіз үшін. Міне осы вакцинаны аласыз. Мынау врачтардың қолын түсінбейсің. Жақсы. Онда бұл дәрілерді алған соң сізге хабарласам. Көп-көп рахмет. Жоқ, рахмет айтып қажет жоқ. Мен жұмысым ғой аға. Рахмет. Мен бара берсем бола ма? Бара беріңіз. Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Бара беріңіз. Жақсы. Біздің баланың ғашық болатындай бар екен, жаман емес. Жақсы сияқты. Алло, Қарашаш, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Сабақтан шығып үйге бара жатырмын. Мамалар қалай, Беконай қалай? Бәрі жақсы. Папам директор болды ғой. Естідің бе? Мамам айтты ғой, әйтеуір армандарынан жетті екеуі де. Айтпа. Сабағың қалай? Сабағым да жақсы. Дайындық қой бізде. Мен де папам сияқты мұғалім болама. Апам да қыз балаға сол жақсы дейді.
Өзің қай мамандықты қаласаң, соған тапсыр, ешкімді тыңдама. Қарашаш, сенің тойына киетін көйлек алып берші маған. Мама бәрібір мені қалаға жібермейді. Жарайды, әкелейін, қандай көйлек керек? Білмеймін. Базарға барғанда видео жіберсей маған. Сол жерден біреуін таңдап алам. Жарайды. Рахмет. Самат қалай? Жақсы, кеше кездескенбіз, оларды дайындалып жатыр. Иә, Мадияр айтты. Жарайды, Сұлушаш, маған кету керек, өзім хабарласам. Жарайды. Пока. Балқия, қалың қалай? Не болды? Қалай болушы еді? Не болып қалды? Жаңа Мәдібек келген. Содан алып ұшып жүгіріп келдім, саған қой құрсын барып келейін. Не болды, не қылды? Бұларға не болып қалды сонша? Неменеге барады ол саған? Енді сенің жағдайыңды айтып, ол да уайымдайды ғой. Уайымдайды. Не болмады бізде? Айтсашы енді. Ол скоро мені тастап кетеді, мен білем. Сондықтан біз қазірден бастап ажырасуымыз керек. О, тоба, қай-қайдағын айтпай отыр сен, Балқия. Жас қызсың ба сен? Қаншама нәрсені бастан өткердіңдер сендер. Не болып қалды сонда? Ол өзгерген, ол қатты өзгерген. Қалай өзгерген? Айтшы. Ол бұрындағыдай маған сыйлық жасамайды. Көңіл бөлмейді. Маған қарап ұйықтамайды, ары қарап жатып алады. Балқия, қойсашы енді сен. Не мынау жылап сықтап отырсың? Сен әлде мүлдем босанбаған әйел ме едің? Осы көзге көрінген екі балаңның амандығын тілемейсің бе? Қойсашы болды құрсын. Между прочим, Мәдібек ең мықты жігіт, мәрт жігіт ол. Қарасаш мен есігің алдың. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, наның бәрі береке. Не керек саған бұдан басқа? Бір деме бола қалса жылап сықтап отырасың. Балқия, соңғы рет айтам саған. Ажырасқаннан ешқандай пайда таппайсың. Төркініңе барасың ал. Не бетіңді айтып барасың? Соқпалда екі балаң тұр, өсіп қалған. Кім жақтырады сені? Білмеймін, қорқам. Қорқам. Не үшін қорқасың сен? Шүкірде осы күніңе. Мен сенбеймін ол. Неменеге ол фазендеден шықпайды? Неменеге ол сол жаққа бара береді? Енді не істейді ол фазендаға бармағанда? Неменеге ол әйел адамдаған жұмысқа? Ой. Сенің әңгімеңнің басы осы екен ғой. Қызғанғаныңды қой болды, Балқия. Қызғанба мені. Просто сенбеймін. Болды, сен. Қайда кетесің одан? Не нәрсені өткердің ғой? Болды, Балқия. Жинал кішкене. Жылап сықтағаннан түк те шықпайды. Етегіңді жасқа толтырып отырасың. Чөйт бірдеңе болса Балқия шығасың ғой сен естіп. Мен шықпай жүрген жаным-ай, қылыштан не сыйлық алмайым, не мақтау сөз естімеймін. Мен сонда да қайтпайым. Болды, давай. Жіберем мен қазір Мәдібекті. Айдана. Тоқтап Айдана. Ертең тағы түсіреміз ба? Ұнап қалды маған. TikTok деген күшті екен ғой. Күнде түсіретін менің уақытым жоқ. Сосын осы сенің жұмысың жоқ па? Қылыш жездеме айтпасам, ана қызметкерлерің босқа сандалып жүр деп. Менің сабағым түске дейін емес пе? Онда түстен кейін үйірме аш. Үйірме ашсам келесің бе? Сен қызықсың. Менің онда не қатысым бар? Балаларға үйрет, маған емес. Айдана. Тоқта тұр. Мен сені
Бірінші көрген сәттен бастап ұнатып қалдым. Қызықсың сен бар ғой. Біз екеуміз мүлдем үйлеспейміз. Неге? Екеуміз екі планета сияқтымыз. Сенің арманың басқа, менікі басқа. Керек десең планетаңа барам. Менің арманым сенімен болу. Қош бол, мынандай сұрақтармен мен басымды қатырмашы. Артымнан ерме. Қал, қызық екен ғой. Айдана! Айдана! Бәрібір. Артыңнан қалмайым. Тағы да келем. Күт мені. Не көріп атсыңдар? Не көріп атсыңдар? Мына Мәдина медеуге шыққан ғой. Соны көріп. Балқия не дейді? Балқияның дым настроениесі жоқ. Еңіреп жылайды. Енді масқара енді. Көңіл аудармайтын болыпсың ғой сен. Қалай барынша көңіл аударып жүрмін. Бұрынғыдай аудармайсың. Бұрын Балқия деп сыйлығыңды сыйлайтынсың, көңіліңді аударатынсың. Жота сен ондай болмай қалғансың. Енді мына ағаңды қойшы. Бұл тас емен ғой, қаттық баған. Әкім бол, директор бол, бұдан бір көйлек киіп, бір жарқыраған емеспін мен. Қойшы тегін, мен қатысым қанша тегі. Әңгіме барысында айтып жатырмын ғой. Бізге титтей ғана көңіл жетеді ғой, жігіттер-ау. Көңіл дейсің осы көңіліңді табам ғой мен, всегда. Не деп? Көйлегіңді әперем. Сары көйлекті әперген мен ғой. Қандай көйлек? Ажырелеріңді әперем. Моншаңды жағып қоям. Ой, бай, таңертең біре білсең мен анау чайымды өзім құйып ішем ғой, сен ұйықтасын Қойшы, Балқияны уайымдатпай үйге келіп тезірек барайын. Ерте кел. Жақсы келем. Күнге қыздырынып жатамыз тағы. Бауырымның көзін шенемеге позорын шашасын сен менің. Не деп шаштым? Енді айтқым кіші мақты қоймайсың мен. Моншаңды жағып берем тек. Таңертең чайымды өзім ішем мен. Қойын алайын. Сен ұйықтасын шосты. Баняға өзің шомыласың ғой, мен ба не? Всегда сөйтесің сен. О, тоба, сен аферист екенсің, кәдімгідей. Ұйықтасын шосты деп мазаламайсың. Вообще, күнге қыздырып неше түрлі дауыс естіп жатқаның не? Мына талдарды әкте, тұр. Видео бұл, видео. Видео болса да, какая разница, қыздар естімей ма? Қыздар емес, бұл кәдімгі Мәдина. Сол неге естисің сен? Прикол, просто қарап отырғанмын ғой. Өзі сақ қойыпты ғой, страничкасына. Бірақ тұра берсін, ол анда-санда көріп тұрғанға. Чай қойшы. Оқушының мектепте білім алатын бөлмесі. Не айтқысы келді мына бала? Ой, түсініп көр енді. Отырайық енді істіп, гадат етіп. Так, Әлімбай. Қалай сізде? Бисмилла, топаққа елки-палки. Кішкенесе деп келмейсің ба? Болды ма? Не болды, не? Не істеп жатсыз? Дәптер тексеріп отырмын, көрмей тұрсың ба? Негізі ше, жүзде. Сіз мықтысыз. Қашан көрсем де ізден үстіндесіз ғой. Мектептен жалықпадыңыз ба? Неге жалығамын мен? Өзімнің сүйіп таңдаған мамандығым, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді біле білсең. Қанша жыл болды бұл мектепте жұмыс жасап жатқаныңызға? 20 жыл. 20 жыл әлі дәптер тексеріп жүрсіз ба? Мен не істеймін басқа? Әңгіме жоқ сізге. Ал мен болсам бір жерде 1 жылдан артық тұрақтай алмаймын. Тынысым тарылып ше, жынданып кетем. Сол тұрақтылық жоқ қой сен қызда. Демей қойшы. Тұрақтылық демейді оны. Өз-өзін іздеу дейді. Мен өз-өзімді іздеп жүрмін. Сонда өзіңді қашан табасың сен? Қашан сүйікті жұмысымды табамын, сол кезден тұрақтай шығармын. Бапты. Сосын жезде бір секрет айтайын ба? Бір жерде жұмыс істей берсең, даму болмайды. Солай ма? Ендеше мен ойланайын, жарайды. Демей қойшы, кім? Болды ма, сұрағың жоқ па басқа? Жоқ. Бара берші. Бара бер деп бұл анау Айсара тамақ пісіріп кеткен. Сол қазанды бүйтіп алып дастарханға қойшы, нандарды қой. Қойшы жезде, мен жұмыста шаршап кеттім. Келіп жатып демаламын. Су шаш қайда сосын? Сен мен су шаш қайда деп? Мен үлкен кісімін ғой сен айналайын-ау тегі. Жезде, су шаш қайда? Әлі келген жоқ. Вот су шаш келсін, сосын өзі дайындайды. Мен кеттім. Жарайды, бара ғой. Осы қыздың болашағы бар ма, жоқ па тек білмеймін тек. Таңертеңнен кешке дейін тик-ток шұқылайды. Тимеш оған.
Тимяша, кірші үйге. Ой, тегі бар. Нағыз кебиттердің бәрі шулап кетті ғой тегі. Тып-тыныш отыратын. Не знаю. Неге көтермей жатыр, Алло, апа? Сәлем бердік, апа. Айналайын көп жаса. Апа, біз былай шештік. Сіздің сөзіңізді жөндеп, дұрыс деп түсіндік. Қай сөзім? Со тойды бар ғой, ауладақ жасай берекші. Кафеде жасамай-ақ қойықшы. Үлгермей жатсақ, ыдыс жуатын әйелдерге дейін бар екен, дастархан жасайды екен, ыдысты прокатқа да береді екен, барлығы бар екен ғой. Қылыш та дұрыс деді. Енді әбден ойланып шешсеңдер жарайды, жасайық онда. Иә, солай істейікші, апа. Одан кейін тойға шақыртуларды жасай беруіміз керек сияқты, үлгермей қаламыз-ау. Айтпақшы, Құдай бергендерге ертерек хабарласыңдар. Иә, Құдай бергендерге айтам, аппақ қызға да өзім айтам. Жарайды, онда Айсара ертең кел. Иә, тізімді жасап тастайық. Жақсы, апа, онда, жақсы. Ай, Күлеке, ай, қуанып тұрған шығарсың. Аулада тойдың болатынына. Бәрібір жеңеді ғой бұлар мен. Аслым. Қош Асқар, шаршап тұрмын. Кешірші мен. Сен маған уәде беріп едің ғой. Бақаның немен айналысатын, қандай адам екенін білесің. Соны біле тұра неге онымен араласасың? Мен оның бүгін келетін білмедім, шын айтам. Өзі келіпті. Не мынау түрің? Ят қой жұрттардан. Ондай ақшаның керегі де жоқ. Не жетпейді саған? Сенің арманың балаларда чемпион болу еді ғой. Неге бәрін ұмытып кеттің? Бір сәтте. Сол ұмытқан кезде маған есіме салып тұршы. Кейде адамдар өздерін жоғалтып болады ғой. Сол кезде жақыннан қолдау керек. Сен маған үнемі айтушы едің, жаныңда болам деп. Асқар, мен сенің жаныңда болам. Әрқашан қолдаймын. Бірақ тура жолдан таймашы, өтінемін сенен. Кешірші мен. Мына жерім қатты ұрып алғандай. Ештеңке қылмайды. Бірдеңе жағайық. Бақош. Бақонайым менің. Жақұтым менің. Мен сені жақсы көрем. Не дегенмен сен мен балаларымның анасысың. Мен сені мәңгі бақы сүйіп өтем. Ödür, sen de meni kешірші. Білмеймін неге олай ойлағанымды. Біз не көрмедік. Басымыздан жаман да жақсы да өтті. Енді олай істемеге уәде берем. Кешір мені. Мынау саған. Рахмет. Тақпайсың ба не? Қазір. Қандай әдемі.
Мен ғой жындымын. Мен де жындымын. Кешір. Екі жынды қосылып бір бүтін болдық. Енді олай қайталамай. Кешір. Саған айтам, жүрегімде берейін алшы, алыстамай жанымда қалшы, сезбегенің бе мендей жаннан әнін. Саған айтам, жүрегімде берейін алшы, алыстамай жанымда қалшы, сезбегенің бе мендей жаннан әнін. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегізеу, тоғызау, онау, 11-ау, 12-ау, 13-ау, 14-ау, 15-ау, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. В общем, бәрі түгел шығарсыңдар, я? Санамай қойыншы. Келесі жол тәртіптерің жақсы болса, тауға жайылымға апарам. Мен апармайым ғой, Еркош апарады. Құтындар ма? Кешке бір уақыт жем берем. Бұғай сей пашамайды. Ән айтып тұрмам да? Айсара қайда? Ой, сол қатын тегі үйде отырмайтын болды ғой. Тура бір мемлекеттік қызметте істейтін сияқты. Сіңлісі де жатқан шығар. Рахаттанып, пыр-пыр болып, ұйықтап. Сен кездесуге келмедің, саған алған гүлді әлі өзіңе бермеді. Қыр! Ассалаумалейкум. Қалайсыз Қылшаға? Қылшағаң не сен? Қылышбек Темірбек ұлы де. Кешіріңіз. Мен саған патсамын ба? Не болды? Айданаға еп тұр едім. Оны не істейсің? Шақырып жүре аласыз ба? Ойбай, шақырып жіберейін. Әңгімен бар ма не? Ай, Айдана! Ай, Айдана! Шық бері, кісі кеп тұр. Ай, болды, шықпайды бұл. Ұйықтап кетті бұл. Бана тамақ ішкенбіз, енді анау қор өте қалды бұл. Тұратын шығар? Ай, шықпасаң шықпай-ақ қойшы бұл. Онсыз да жаттың ғой тек плотна. Тұрды. Шық бері. Ойбай, аузыңды жап. Жезде, сен негізі мен ұйқымды көре алмайсың бар ғой. Енді күшті ұйықтап барады ем. Кәне келген адам. Міне? Амандасың? Мен енді екінші тоғызу жоғына Жезде. Ойбай, абайла. Көрдің ба? Жарайды, бар, жатшы. Әпәдем ән айтып тұр едің, Абылон боп қалдың ғой сен. Жарайды, бар, жүгір. Бар. Рахмет. Бар ағым. Ой, мына қызда, Мына түрмен бұл биыл күйеуге тимейді. Бала маған құсай ма, қалай өзі, Дене бітті ма? Киім киісі? Тіпті топырейді құсайды екен. Жарайды, мен со счету сбился что-то. Так. Ат сыйса, қызыл сыйса, қалмайды кімдір жаяу зорлық қылса. Шорманың мұстақасы аттымы далды, аталдым сол себептен жаяу мұсай. Дәнеға іштейеді зорлығына, сенен аумалмасының молдығына. Қорқамын тағы жүрек тоңама деп, сондан ақтамаймын ордығына. Ай. Ай, çoğunluğum. Dur, kuzum, dur. Balam, hey balam, давай, dur. Turunlar, dur oğlum. Maduş. Жаным, жатысынансың. Мадушкам, қап-қара картошкам. Тұра ғой, мен сенің сүйікті таңғасыңды дайындап қойды. Давай, тұр, қазір жұмысқа асқасында жеме кетесің. Давай. Тұра ғой, тұр. Тұр дейім, жата бересің ба? Давай, тұр.
Сен жата бересің, ба? Жүрші далаға. Не ұйқысы екos? Қарашты оны. Тап-таза ауа. Серуендеп жүрші хотя бы. Пробежка жаса. Отжимание жаса, есік алдына шығып. Мына түрін қаршы, ілбейген. Вешенка қысылып тұрсың. Турника тартыласың ба сен? Ей, сен тартыламын ба? Жүр мұнда. 2,5. 2,5 дейді, қане? 3-ке жеткізсекші еді. Тартыламын мен. Түріңді қаршы түріңді. Таңнан кешкен жата бермесейші. Есік алдына шығып спортпен шұғылдансайшы. Отжимание жаса, турникке тартыл. Мына түріңе саған айтып тұрмын ғой, ертең саған ешқандай қыз қарамайды. Дәке? Не? Қыз демекші. Бір қызын ақ қалды ауылда. Қой? Иә. Айдана деген қыз бар ғой. Салонда істейді. Егетші. Иә. Шынымен ба? Иә. Сыйлығын алып барадым. Сосын әнін айттым, кездесуге шақырдым. Қарамайды. Ол саған еще қарамай жүр ме не? Иә, білмеймін. Мен ойлаймын онда, сен турникқа тартылмайық қой? Неге? Отжимание де жасамайық қой. Саған көбірек нанмен, маймен тамақ жеу керек. Рожки, мучное көп нәрсе жеу керек та. Мучное дейтін, білесің ғой? Онды тамақтарды айтамын. Түсінің ғой? Иә. Жүр шай ішейік те? Оны қашан ұнатып жүрсің сен? Көп болмады. Қай жерден келдің сен оны? Салон қойғаны ма? Жеңгешка-ау. Любимая моя жеңгешка, қалайсың? Жақсы, өздерің қалдарың қалай? Не болдыңдар, не жаңалық? Ұрыстыңдар ма әлде тағы? Қазір айтамын. Быт-шыт болдыңдар ма, татуластыңдар ма, не болды? Айтшы. Сөз берші. Саған рахмет айтуға келдім. Біздің отбасымызға көмектестің. Мынау бұйыртса енді құдағи болайын деп жатсың, қызыңды ұзатайын деп жатсың. Сол үшін сен жарқырап жүруің керек. Ойбай. Бізді кешірші енді. Енді сенің тек қана жаман жағыңды көріп біз. Сол ғой, сендер тек қана Айсаран жаман дейсіңдер. Оның Айсаран жақсы жағы да бар. Тұршы енді айтып алайын ойынды. Айт. Қазір ұмытып қалам. Сол енді мынау үйдің үлкенісің дегендей, еңбегіңсің де. Ой, Құдайға шүкір, о тоба. Соны түсінгендеріңе шүкір бар ғой сендер. Айсаран кейде сендер ойлайсыңдар ба? Асылым болмаса балқия деп. Жеңге. Ой, қош маған ештемелерің керек емес сендердің, Мәдібек. Дым, осы сендер тату болсаңдар болды, дұрыс жүрсеңдер болды, ұрыспасаңдар болды. Басқа ештеңе керек жоқ, шын айтам. Жеңге, кешегі сөздерінен кейін көп ойландым. Шынында да мен саған ешқашан ештеңе бермеппін ғой. Қош ештеңе бермей-ақ та ғой, керек емес. Сол үшін мен саған мына сыйлықты арнайы алып келдім. Не сыйлық бұл тағы? Қара. Ойбай, мынау қымбат қой, ей. Мынау белый золото ғой. Ойбай, Мәдібек. Сенен аяғымды итесің. Мынаны балқия тақпаған шығар, мынандайды, е? Қандай керемет мынау. Сенің размерің ма? Менің размерім ғой, тура, қаяқтан білесің? Сенің барлық размеріңді білем ғой. Кетші бар, қарғайдағын. Ей, рахмет, мейлі. Еңбегің бағаланды деген осы шығар. Рахмет, жүр отырып Сойында тақ. Ей, мынаны балқия білем, а? Скандал шығар ғой. Себебі балқияға арнайы сыйлық бар ғой. Да? Өзім сыйлықпын ғой мен. Жүректер дірілдейді, ешкімге білдірмейді де. Бұл сезімді екеумізден басқа ешкім түсінбейді. Ойлаулық боя алмай, санамды жия алмай мен. Өтінем тіл қатшы сен. Бойыма қалың сыймай, ойымның бәрін тыймай мен. Сезімді өткіздің,
сезімді екеумізден басқа ешкім түсінбейді. Не болды маған ай, неге сонша кетті Келесі бөлімде. Қандай іш алып тастайды? Ағылшын тілінің мұғалімі бар ғой, қылшаға екеуі. Немене екеуі? Айсара ештеңе біліп қоймасын. Ырылдассың, қаппассың, менен жақсысын таппассың деймін. Үйге барады да жарылады.